Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve barakatuhu. Сабағымыз біраз үзіліп қалды, иә? Алла қаласа сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздер фиқ сабағына өтіп жатыр едік қой. Фиқ сабағы өткен алдыңғы сабағымызда таяммумға келіп тоқтаған едік. Солай емес пе? Таяммум. Таяммум деген білесіздер ғой, иә? Не екен? Білесіздер ме? Таза жер жынысынан болған топыраққа, шаңға, былай айтқанда, таза болған. Соған су жоқ кездерінде, болмаса үзірлі жағдайда, ауырған жағдайда, су қатты мұздай болып денсаулыққа сырқат келтіретін, немесе өлімге алып келетіндей бір ауруы болған жағдайда, онда су тисе, ол кездерінде таза топыраққа таяммум алып, кәдімгі 5 уақыт намазымызды да оқи береміз. Дәретті орнада, ғұсыл орнада жүре береді ол. Соны айтқан едік, кеңірек түсіндірген едік. Бүгінгі біздердің сабағымыз, өтілетін сабағымыз әл-бабу масху алял хуффайн. Яғни мәсіге масық тарту бабына келеміз. Мәсіге масық тарту. Мәсіні баршаңыз жақсы білесіздер. Мәсіге масық тартудың өзі Аллах Тағала шариғатымызға, мұъмин мұсылмандарға жеңілдет берген Алланың шариғатымыздың үлкен несі. Мейірімі деп айтсақ бола ма, жеңілдігі десем болады мұъмин мұсылмандарға. Мәсіге масық тарту жайлы, бірақ Құранда келмеген. Құранда тек аяқтарды жуыңдар деп келген. Енді қысқаша айтатын болсақ, мәсіге масық тарту тек сахабалардан келген рауаяттерменен біздерге бекітілген да ол нәрсе. Хасан Басри айтады, рахимахуллах, мәсіге масық тарту 70 сахабадан рауаят етілген екен. Демек, 70 сахабадан рауаят етілген екен, ол мутаватир, хадис мутаватир дәреже. Мутаватир дегеніміз сенуі уәжіп болған, міндет болған, сенуі уәжіп болған нәрсе. Мысалы, оған ешқандай тартыс жоқ мәсіге масық тарту. Тартыс жоқ мәсіге масық тарту жайлы барлық ғұламалар, әхлі сүнна уәл жамаға ғұламалары бір ауыздан келіседі. Бірақ енді сүннет бойынша дегені мәсіге сүннет деген нәрсе емес. Мәсіге ойлап қалу мүмкін, сүннетпен бекітілген болса, мәсіге абзал екенін деп ойлап қалу мүмкін да? Жоқ, онда емес. Кию тұрғысынан, мәсіге масық тарту тұрғысынан рұқсат етілген да? Сүннет деген сол мутаватир хадиспен жеткендігі себепті. Ал сенім тұрғысынан уәжіп. Ақида кітаптарында келтіреді. Мәсінің үкімдерін келтіреді, мәсіге сенбегеннің үкімін келтіреді. Сол сияқты міне жерде кейбіреулер Құранда тек аяқ жуыңдар деп келген ғой, не үшін мәсіге масық тартамыз дейтін болсақ, осы 70 сахабадан келгендігі үшін. Мутаватир хадис, машхур мутаватир дәрежеге жету үшін 3 сахабадан рауаят етілсе де, сол қандай да бір шариғаттың үкімі нақты болып бекітілді деген сөзді. Оған ешқандай талас тартыс жоқ. Енді бұл жерде 10 емес, мутаватирдің несі ең 3-тен 10-ға дейін де, одан жоғары. Ал мутаватир дәрежесінде хадис бұл жерде 70 сахабадан келгендігі үшін. Абу Ханифа бағана бір фиққа қатысты не тыңдап отырдым. Абу Ханифа рахимахуллах нақты көз жетпегенше осы мәсіге масық тартуды бұйырмаған екен де баста, үкім бермеген. Кейін осы 70 сахабадан келді дегеннен кейін осы мәселелерді, осы мәсіге масық тартуды рұқсат деп білген. Енді тақырыпқа кіретін болсақ, әл-масху алял хуффайни жаизу бисунна. Яғни екі мәсіге масық тарту сүннетпенен жайыз дейді. Көрдіңіз бе? Сүннетпенен жайыз дейді, рұқсат дейді, сүннетпенен дұрыс деп есептейді. Бұл жерде мәсіге бағана айтқанымыздай, мәсі кию абзал деп түсініп қалмамыз керек те, рұқсат деп тұр бұл жерде. Қандай уақыттарында? Мин кулли хадати мужиби лил вудуи иза лабисал хуффайни аля тахарати камилати сума ахтаса. Яғни толық дәрет алып, мәсіні киген соң дәрет бұзылса, мәсіні немен кетінгеміз? Дәретті міндет ететін. Дәретті толық алғаннан кейін кетін екеміз. Дәретті толық алғаннан кейін киеміз. Және сумма ахтаса деп келеді.
толық, егер дәретіміз бұзылса, одан кейін мәсіге мас тартамыз деп тұр. Соны айтып отыр бұл жерде. Дәрет мәсінің киюдің шарты толық дәрет аламыз, толық аяғымызды жуамыз, сосын бәрі мәсіне киеміз. Енді одан кейін мәсіні дәрет бұзылатын жағдайлар болса, одан кейін мәсіге мас тартамыз. Енді мәтіннің жалғасында فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ 3 أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحديث. عقيب الحدث деп келеді. Енді мәсінің уақыты қалай бітеді? Мәсінің басталуы, мәс тарту басталуы келесі неге дейін дәрет бұзылғаннан басталады. Мысалы, мәсіні толық аяқпен кидік, мысалы азан сағат таң намаздан кейін, таң намазға қарсы дәрет алдық, мәсіні кидік. Сосын сағат 5-ге қарай, 12-ге қарай дәретіміз бұзылды. Сол кезде мәс тарттық. Содан басталады мәсінің несі, уақыты. Осыдан басталады, кигеннен басталмайды. Ал кейбір мазхабтарда кигеннен басталатын мазхабтар бар екен. Кигеннен басталады. Ал біздердікі мәс тартқаннан басталады. Толық кигеннен кейін, дәрет бұзылғаннан кейін, қайттан аяққа мәс тарт, содан кейін басталады. Енді бұл жерде мен айтып отырған себебім, егер мұқим адам болса, мұқим дегеніміз жергілікті адамдарды айтады. Мысалы, біз қарада отырамыз ба, біздер мұқимыз ол жерде. Мұсафир, сапар қылушы емеспіз, мұқим. Біздер мәсіні таң намазда кидік, сосын сағат 12-лерге қарай дәрет алып, қайттан мәс тарттық. Енді біз мұқим адамыз. Сол мәсінің несі мұқим адам үшін мәсінің мүддеті, уақыты ертесіне сол сағат 12-ге дейін. Түсіндіңіз ба? Бір тәулік. 24 сағат. Сол ана мәсін несі, егер асырда дәретіміз мықты болып, 5-ін асырда не қылатын болсақ, асырға дейін жалғаса береді. Көрдіңіздер ме? Сол қашан ана дәрет бұзылып, мәсі тарттық, сол кезде ол мәсінің уақыты, сол уақытқа дейін. Енді сапар қылушы адамдар үшін, сапардағы адамдар үшін неше күн? 3 күн. 3 күнге дейін жарамды бола береді мәсі. 3 тәуліктен. Бұл да Аллах Тағаланың біздерге берген, мұсылмандарға берген жеңілдігі. Өйткені сапарда әртүрлі жағдай болады. Біреулер дәрет алу қиналады, су жоқ болып қалады, мұздай су болып қалады деген сияқты. Міне Аллах Тағала біздерге осы жеңілдік беріп қойған. المس على الخفين على ظاهرهما خطوط بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق. Енді мәсіге, екі мәсіге мәсіх тарту على ظهورهما خطوطا, яғни بالأصابع. Мәсінің үстінен тартылады. Үстінен тартылады, яғни орын қалу керек. Тартқан кезде саусақтың орны қалу керек. Хутутон деген сол. Орын қалу керек. Судың мысалы қолды сулаймыз. Аяқтың не істеп есептейтін болсақ, ұшынан бастаймыз. 3 саусақпенен. Ұшынан бастаймыз. Бұлай ең кемі ғой 3 саусақ. Осыменен тартып, судың орны көріну керек. Ана мәсіде судың саусақтың орны көріну керек. Тұру керек те. Сол 3-ті тартамыз. Ила сақ деген балтырға дейін деп тұр ғой. Жанынан тартылмайды. Астынан, мәсіқ астынан тартылмайды. Шетінен тартылмайды, не қылады? Масық саусақтың ұштарынан бастап тартылады. Балтыр тобықтың үстіне дейін тартылады. وَفَرْضُ ذَلِكَ مِقْدَارُ 3 أصابع من أصغر أصابع اليد. Енді бұл жерде жаңағын айтып отыр ғой, мен айтқан нәрсені айтып отыр. Соның парызы ең кемі жаңағы қолдың саусақтарынан 3 саусақ болу керек деп отыр да. 3 саусақпенен тартылады деп жүр. Көрдіңіз ба? Сол тартылған кезінде сол судың орнына не қылу керек? Қалу керек. ولا يجوز المسح على الخف فيه خرق كبير يبين منه مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز. Енді мәсінің жыртығын айтып отыр. Жыртық мәсіге мәсі тартылмайды дейді. Қандай жыртық болса, жыртығы үлкен болатын болса. Үлкен болатын болса, және оның жыртығының көлемін айтып отыр бұл жерде. Аяқтың саусақтарынан, қолдың емес, аяқтың саусақтарынан
ең соңғы кішкентай саусақтан басталатын 3 саусақ көлемінде болатын болса, жыртығы соның көлемінде болатын болса, онда ол мәсіге мас тарту дұрыс емес. Егер одан аз болатын болса, соңғы аяқтың соңғы 3 саусағынан, 3 саусақтан соңғы саусақты айтады. Аяқтың осыдан мысалы 2 саусақ сиятындай жыртық болатын болса, онда ол мәсіге мас тарта береміз. Өйткені адамдардың жағдайы әртүрлі. Өйткені сахабалардың кезінде асхабу суффа деп айтылатын жер болған. Ол жерде мұхит кедей, жағдай төмен сахабалар болған. Мысалы сахабалардың ішінде байда бар, жағдай жоқта бар. Бұл да Аллах Тағаланың берген жеңілдігі. Мысалы мас жыртылған кезінде бір тесік жыртылып пайда болатын болса, біреудің ақша жетпейді, біреудің тігетін жібі жоқ болып қалуы мүмкін. Қиналып қалады да. Сен анау жерін жыртық екен, бір мәс сатып ал дейтін болса, ол ала алмауы мүмкін. Сол үшін де осы біздерде мазхабымызда осы соңғы кішкентай 2 саусақты 3 саусақ көлеміндей болатын болса мәсіні ауыстырамыз, немесе тігеміз, жамаймыз. Егер 3 саусақтың көлемінен кішкентай болатын болса, онда проблема жоқ. Мас тартып, намазымызды жалғастырып оқи береміз. ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل. Енді баста біздер айттық, мәсіні киген кезде толық дәретпен киеміз деп айттық. Толық дәретпен киеміз. Дәретпенен. Енді жаңағы жүніп болып қалатын жағдай болса, ғұсыл алатын жағдай. Мысалы, жүніп болып қалды, ихтилам деп айтады. Немесе ер мен әйелдің арасында қарым-қатынас, сондай жағдай болып қалды. Сол кездерінде ғұсыл, толық шомылу міндет, уәжіп болады бізге. Міндет болады, толық шомылуымыз керек. Сол кездерінде мәсіні киіп шомылмаймыз. Мәсіні шешуіміз керек ол кездерінде. Мәсіні шешуіміз керек. Біз шомылдық, аяғында мәс бар ғой, мәсінің уақыты өткен жоқ деп, мәс кейін не қылып алып, аяқ жумай мәс тартып кетпейміз. Толық не қылуымыз керек, шешуіміз керек. Сол үшін де бастай келтірген кезде толық дәретпен деп айтудың себебі сол. Ғұсылға мәсі жүрмейді, мәсіні шешіп, шомылып, жуынып, дәретімізді жаңартып, одан кейін қайттан мәсіні не қыламыз, киеміз. Янқудул масху масха ма янқудул вудуа. Енді мәсіні бұзатын нәрселерде, дәретті бұзатын нәрселер мәсінді бұзады дейді. Мысалы, мәсіні толық дәретпен кидік аяққа, одан кейін ауыр дәретке шықтық, жеңіл дәретке шықтық, қанады, денемізден қан шықты, ірің шықты, немесе ауыз толық құстық. Сол кезде не қыламыз? Үстігі дәретті аламыз да аяққа мәс тартамыз. Аяққа мәс тартамыз. Соны айтып отыр бұл жерде. Уаянқуду айду назул хуф. Және мәсінің шешілуі де мәсті бұзады. Мәсінің шешілуі де. Дәретті болып тұрса да. Мысалы, толық дәретіміз бар, аяғымызда мәсіміз бар, байқамай мәсі бір адамның аяғы басылып кетті бір шетінен. Аяқ көтеріліп кетті. Мәс басылып қалды, аяқ көтеріліп кетті. Сол мәс шешілу деген табаннан төменге түсіп кетсе, өкшеден ажырап кетсе, толық шешіліп кетсе, немесе өкшеден ажырап кетсе, ол кездерінде аяқты жуымыз керек. Сол шешілген аяқты емес, 2 аяқты да. Бір аяқ жуып қойып, аяқ шешілген жоқ деп ондай болмайды ол. 2 аяқты да шешеміз, сосын аяқ жуып, қайта мәсімізді киіп аламыз. Жоқ, егер үстіңгі дәретіміз болса, егер аяқта мәсі шешіліп кетті, мешіттен шығып бара жатыр, намаз оқып, біреу аяғын болмаса мешітке кіріп келе жатыр, дәрет алып, біреу бас жіберді ме аяқтан, мәс шешіліп кетті ме, тек барамызды, аяғымызды ғана жуамыз. Толық бұлай дәрет алып жүрмейміз да, тек аяғымызды жуып, қайта мәсімізді киіп аламыз. Дәрет алғанда мен, дәреттер бұзылған жоқ, мәсіні киіп, сосын қандай бір себеппен, мысалы үшін, мәс киімі ауыстыру керек болды, қайтып шешті. Жоқ, ол кезде егер мысалы мәсіні дәретпен киген болсақ, дәрет бұзылатын ешқандай амал болмаса, дәрет бұзылатын жағдай болмаса, мәсіні қанша шешіп кисек те жарай береді. Шарты дәрет бұзылатын болса, егер мәсін шешіп қойып, аяқ жуамыз да мәсіні киеміз. Мәс тартылған, дәрет бұзылып, мәс тартылғаннан кейін мәс шешіліп кетсе, ол кезде аяқ жуамыз. Егер толық дәретпен киетін болса, қанша мәсіні шешіп, аяқ терлеп кетті, шешіп бір шетке қойсақ та, кейін қайттан киіп алып
жүре береміз. Бір жерге сапарға, бір жерге суық жерге шығып кеткен жағдайда. Және فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى дейді. Яғни және мәсіні не бұзады? Мәсінің уақыты өтіп кеткен болса. Мәсінің уақыты өтіп кетті. 24 берілген 24 сағат уақыт өтіп кетті. Мұқим адам үшін, сафар қылушы адамдар үшін 3 күн уақыты өтіп кетті. Ондай болатын болса, мәсіні не қыламыз? Шешеміз, аяқ жуамыз. Сосын аяқ жуып, намазымызды оқи береміз, құлшылығымызды жасай береміз. Түсіндіңіздер ғой, иә? Түсінікті ме бұл жер? Бұл жерде де сондай. Егер үстін дәретіміз бар, кейін байқамай қалып, жолда келіп, есіміз кетті, оқты, мәсінің уақыты өтіп кетті ғой дейміз де. Мәсінің уақыты өтіп кетті ғой, аяқ шешуім керек дейтін болса, барамыз да тек қана аяқ жуамыз. Үстімізді полный. Өйткені біздің мазхабта тәртіп парыз емес. Дәреттің тәртібі парыз емес. Мысалы, бүйтсек те болады. Мысалы, кейде бір мынандай жағдай болып қалуы мүмкін. Азанда ұйқыдан тұрдық, жұмыстың уақыты болып қалды. Дәрет алып отырса, автобус болмаса белгіленген бір машина кетіп қалады. Біздердің уақытымыз жетпейді. Адамдар күтіп отыр ар жақта. Сол кездерінде аяқ әжетханаға кіріп, дәрет бисмилля деп бастап, аяғымызды әжетхананы өтеп болғаннан кейін дәрет жаңағыдай аузын мұрнын шаймай, тек қана аяғымызды жуамыз да жақсылап. Жуып, мәсіне киіп аламыз. Мәсіне киіп аламыз да барып, анаяққа барып, дәрет бұзылатын амал жасамауымыз керек барғанша. Мәсіне киіп аламыз. Сол жұмыс жаққа барып, қайттан аузы мұрынды толық шайып, басқа мастап кете берсек болады. Түсіндіңіз бе? Иә. Сондай. Жалпы аяқ жуған кезінде кейін барған жерімізге толық дәрет алып береміз. Аяқ жумаймыз ол кездерінде. Аяқ жумаймыз, толық алып, намазымыз дұрыс бола береді. Өйткені біздерде жаңа тәртіп, сүннет біздің мазхабта. Соның үшін де сондай істесек те болады. Енді бұл жерде айтып отыр, тағы да وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحُ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أَقَامَ فَإِنْ كَانَ مَسْحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ дейді. Кімде-кім сапарда мұқим болса, мұқим болып мәсіні киіп, мас тартса, мәсіні кисе, сол ол мұқим болып қалса, жоқ, ол мұсафир, сапар қылатын болып қалса, мұқим адам, табаны сапар қылып қалатын болып қалды. Сол кездерінде біздердің мәсіміз толық 3 күнге дейін жалғастырып кете береміз. 3 күнге жалғастырып кете береміз. Егер біз сапарда жүрміз, сапарда жүрген кезінде табанасты, мысалы, Алматыға кетіп қалдық, осы жерде жүріп, Алматыға кетіп қалдық. Алматыға кетіп қалсақ, 500 километр, азанда барса, кеште қайтып келе аласың ғой. Кетіп қалдық, уже 3 күн біздерге міндет болып қалады. Бірақ сіз Алматыда сол күні қайтып келдіңіз. 3 күн уақыт өткен жоқ, сол күні қайтып келдіңіз. Онда біздер мәсінің уақыты өтпеген болса, соған жалғастыра береміз. Соған, жоқ, 3 күнге дейін емес. Бір тәулікке дейін жалғастырамыз. Егер сапарда болып қалатын болсақ, ода 3 күн кете береді. Егер сапарда жүріп, осы жаққа келіп қалсақ та, осы жаққа қайтып барып келіп тез келіп қалса, ол кездерінде 1 күн ғана мас тартамыз. Егер жаңа 2 күн болып кеткен болса, ал жақта 2 күн болып қойдық, мына жаққа келдік, әлі менің 1 күнім бар ғой деп отырмаймыз. Ол кездерінде 2 күн ана жақта өтіп кеткен болса, 3 күніміз өтіп кеткен болса, осы жаққа келіп уақытымыз осы жерде бітетіндей болатын болса, әлі сапарлық бойынша уақыты бітпеген болатын болса, осы жерге келіп қойсақ, онда біз аяқ жуамыз. Өйткені мұқимдағы неменен сапарда өзі уақыты өтеліп қойды. Түсіндіре алдым ба? Енді кейінгі мәтін وَمِنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسْحَ عَلَيْهِ дейді. Кімде-кім мәсінің үстінен жүрмұқ кисе дейді. Жүрмұқ дегеніміз біздерде галошты айтады, немесе етікті айтады. Үлкен сапог етіктерді. Сол мәсінің үстінен кетім болса, оның үстіне мәс тарту жайыз дейді. Мысалы, біздер аяқ киіммен жүріп, мәсінің несімен аяқ киіммен жүріп, бір дәретпен кию керек те шарты, дәретпен кию керек. Аяқ киімді де дәретпен кию керек шарты.
Соны киіп қалдық. Мысалы ана жер жаназа болып қалды. Сол кездерінде біз не қыламыз? Аяқ киім шешіп мәсі тарту шарт емес та. Дәрет аламыз да аяқ киім сыртынан мәсі қаламыз. Бірақ аяқ киімде нәжес болмау керек шарты. Аяқ киімге мәсі тартып не қыла береміз? Жаназаға қатыса береміз. Енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Мәссіз аяқ киімнің өзіне мәсі тарту қалай? Кеше сұрақтар қойдыңыздар ғой. Мысалы біреу базарда істейді. Аяғына үлкен ана нелерді киіп алады, аяқ киімдерді. Биік су өтпеу үшін. Етікке қыстың күндері қиын, қыстың күндері. Сол кездерінде не істейміз? Сол кезде онда шарт сол да. Мәссіз кисін. Азанда үйден шықпай тұрып, толық дәрет аламыз. Мәсі сияқты соны киеміз, шарты оны шешпеу керек. Сол кешке дейін соның үстінен жаңағы мәсі тартып намазымызды оқи береміз. Бірақ біз әжетханаға кіргенде, нені басқан кезінде өте сақ болуымыз керек. Нәжасаттан сақ болуымыз керек. Нәжас болмау керек аяқ киіміміз. Жерге ысқалап болса да әйтеуір келтіруіміз керек. Мәсіде де сол ғой, аяқ киімде де сол да. Мәсінің үкімі қандай болса, аяқ киімде үкімі сол. Бірақ аяқ киімнің шарты биік болу керек. Тобықты жауып тұру керек. Аяқ киімнің шарты етік болсын, не болсын, тобықты жауып тұру керек. Туфлиға жүрмейді. Кроссовкада жүрмейді. Кроссовка биік болса жүреді. Тобықтан жоғары болса. Ана мәсінің көлеміндей болатын болса, болады. Кеше біреулер сұрап жатыр, ерекесі кім замокты мәсіге мәс тартуға бола ма деп. Жалпы толық замок болса да мәс тартыла береді. Проблема жоғында тұрған. Замок болса да мәс тартыла береді. Бірақ үкімі мәсінің талабына сай болу керек. Кожу болу керек, асты кожу болу керек, шыдамды болу керек, жаңағыдай қатты мата болу керек, кәдімгі өзінің фәтуада бекітілген сияқты нәрсе болу керек. Аяқ киімге жүреді, бірақ шарты жаңағыдай биік болу керек, тобықтан жоғары болу керек. Сөйтіп нәжас болмау керек. Нәжасеттер басқаның өзінде жерге ысқалап жүру керек. Енді кеше тағы бір ұстаздар тыңдап қалдым, енді қазір біздерде ол қиын ғой, аяқ тазалап отыру дейді. Өйткені әжетхана мен ненің арасы топырақ жоқ, не жоқ деп. Енді бұрын арабтарда бұрын уақыттарында машина болмаған, асфальт болмаған, көше шаң, сонымен тазаланып келеді деп айтады. Алыс жол жүрген деп ше. Енді қазір жол жақын ғой, сол үшін ана нәжасаттан сақтан деген мақсатты айтып отырды. Өзің көзің жетсе, аяқ киімің нәжас болмағанда көзің жететін болса, ондай болатын болса, сол аяқ киімін мәс тартып оқи береміз. Егер нәжасат болатын болса, ол кезде аяқ жуу керек. Болады, бірақ кептіріп жуу керек қой, негізі нәжасаттың кетірудің жолы бар ғой. 3 рет кептіріп, қайттан жуып, қайттан кептіріп, қайттан жуып, қайттан кептіру керек негізінде. Енді біздердегі тартысты мәселелерге келе жатыр алдымызда. ولا يجوز مسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكون مجلدين منعلين ديت. وقال أبو يوسف محمد ويجوز مسح على الجوربين إذا كان ثاخنين لا يشفان الماء деп келеді. Енді бұл жерде шұлықты айтып жатыр, жаурап деп шұлықты айтып жатыр. Енді Абу Ханифаның көзқарасы бойынша шұлыққа мәс тартуға болмайды. Шұлыққа мәс тартуға болмайды. Тек қана шарты бар, не болу керек? Асты үсті тер болу керек, немесе асты қатты тер болу керек. Асты қатты болу керек. Немесе асты үсті толығымен тер болу керек. Мысалы, асты тер, үсті мата болады деген сөз емес. Асты тер, үсті мата болады деген сөз. Үстің матаның өзі қалың болу керек. Көрдіңіз ба? Қалың болу керек. Су өтпеу керек, қалың болу, су тартпау керек. Қалың болу керек. Ал сол кездерінде ғана дұрыс дейді. Енді Абу Юсуф Мұхаммад рахимахуллахтардың өзі жаурапқа мәс тартуға болады дейді. Абу Ханифаның пікірінен бөлек оның көзқарасы. Мәс тартуға болады дейді. Бірақ оның өзі сахинейни деген қатты болу керек, қалың болу керек дейді. Қалың болу керек дейді, көрдіңіз ба? Қалың болу керек, және ла яшифани, су тартпайтын болу керек. Яшифани ма ади. Су тартпайтын болу керек. Көрдің бе? Сол айтайын дегенім, 4 мазхабта да мәс тартылмайды. Нәскиге, жұқан нәскилерге мәс тартылмайды. Шарты қалың болу керек. Қалың болғанда да жаңағы айтқандай су тартпайтындай болу керек. Және біздердің шарттарымыз бар, пәленбай километрге, 4-5 километр. Соған жарамды болу керек.
Солай емес пе? Жарамды болу керек. Сол кезде ғана рұқсат. 4 мазхабта да. 4 мазхабта да дұрыс емес. Абу Ханифаның жаңағы Абу Юсуф пен Мұхаммадтың өзі кейбіреулер соны сылтау етеді. Абу Юсуф пен Мұхаммад, Абу Ханифа рұқсат берген соңғы ауырып жатқан кездерінде деп айтады. Оның өзінде қалың нәскиді айтқанда, қалың. Біздердегі арзан нәскилерді айтпаған. Теріден жасалмаса да матадан жасалса қалың болу керек. Қалың. Мысалы термомаслер теріден жасалмаған ғой, термомасы мәселе. Ол теріден жасалмаған. Мысалы ол су өтпейді, өзінің талабына шарт сай. Мысалы сондай сияқты болу керек. Даже Шафиғи мазхабында бар ғой, Шафиғи мазхабында в общем қалың мата неге де мәс тартуға болмайды. Қалың болса да, жаңа Абу Юсуф пен Мұхаммад сияқты айтып отыр, қалыңға деп рұқсат беріп отыр, жеңілдетіп. Бірақ имам Шафиғиде в общем ешқандай неге мәс тартуға болмайды. Ол қалың болсын. Бағана Нұралы ұстазының уағызын несін тыңдап қалды, мәсіге байланысты көріп отырып қой. Мәсіге мәс тартуға болады деп, мысалы жаңағыда астын терін көрсетіп жатыр, шамалы германтин екен да, үсті мата екен. Бар ғой ондай. Тобыққа дейін германтин кожа сияқты болады, үсті шұлық сияқты. Нәски сияқты да үсті кәдімгі. Оған мәс тартуға болмайды дейді. Соны көрсетіп жатыр. Жаңа термомасыны көрсетіп жатыр, кәдімгі ана біздердің кожа киіп жүрген. Асты үсті кожа масылары көрсетіп жатыр. Оларға болады дейді. Сосын бір басқа ағымдағы бір бауырымыз, сол былай айтқанда сәләфи деп айтамыз ғой енді біздер. Енді көбінше біздер соларды не қыламыз ғой, олар көбінше нәскиге мас тартып кете береді. Сол бір сәләфи бауырымыз дейді, аяғын жуып жатыр екен дейді. Айтып өтмейді, сен қалай аяғын жуырсың, сен нәскиге мас тарта беретін ендер ғой деген кезінде, мен өзім нәскиге мас тартуға күмәнданамын деп айтқанда, мен сенім толық емес дегенде, бұл өйткені бұл мәс тартуға жарамайды деген сияқты айтқанда, сол үшін мен өзім сенімді болу үшін аяғым жуам дейді. Сол үшін де күмәнді нәрседен сақтану керек деп жатыр бұл жерде. Сол үшін де көрдің бе, біздің мазхабтың өзі де, 4 мазхабтың өзінде де жаңа кәдімгі нәскиге мас тартуға болмайды. Тек қана шарты асты тері болу керек, үсті де қалың болу керек, немесе үсті асты толығымен тері болу керек. Егер үсті асты тері болмаса да қалың болу керек. Мысалы, пима дейма, не дейді, әмді әйекіндер ғой, батыста түйенің жүнінен істеген пайпақ дейді ғой, сондай ма? Мысалы, сондай сияқты болатын болса болады, мас тартуға ше, сондай сияқты. Қалың ғой, жүн қысылып, тығыз болып істеген ше, оны ше. Ол суды өткізе қоймайды ол. Су өткенде де ішіне өтпейді, беті су болуы мүмкін. Маса сондайларға тартуға болады. Сондай жүн нәскидің өзі жарамайды. Жүн нәскидің өзі. Ол суды тартады ол. ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين дейді. Енді бұл жерде бас киімдерді айтып отыр, бас киімдердің түрлері. Сәлде, тақия, кәдімгі бөрік дей ма? Сондай кәдімгі бас киім киетін шапкалар, сондай сияқты нәрселердің ешқайсысына мәс тартуға болмайды. Өйткені біреулер ойлауы ғой, Құранда басқа мәс тарту жайлы келген, мүмкін бас киімге де мәс тартуға болады, сәлдеге де мәс тартуға болады шығар деп ойлау мүмкін да, әркім әртүрлі ғой. Бірақ оған тартпаймыз. Біздер сәлдемізді бәрін шешіп, басқа не қыламыз? Мәс тартамыз. Енді бұл жерде тағы да мәселе ويجوز مسح على الجبائر وإن شدها على غير الوضوء дейді. Енді жабираға мәс тартуға болады дейді, дәретсізде. Жабира дегеніміз, мысалы, денеміз бір жерге жарақаттанып қалды, қолымыз, болмаса қолымыз сынып қалды. Сол кездерінде не істейміз? Қол жуу керек қой, парыз ғой, дәреттің парызы. Сол кезде қолға гипс байлап қойды. Немесе үлкен жара шықты, болмаса жарақаттап алды, кесіп кетті, бірдеңе жырып кетті. Сол бинт байлап қоямыз. Бинт байлап қоямыз. Болмаса бір лекопластырмен жапсырып қоямыз бетіне. Оған дәрет болу шарт емес дейді. Дәретсіз-ақ оған жапсырамыз. Мәсіне дәретпен келеміз ғой. Оған мысалы ол қол сынып қалу табан асты болып қалатын нәрсе де ол. Жазымтай болып қалатын нәрсе оның бәрі. Сол кездерінде не істейсіз? Ол толық бар дәрет алып кел, сосын байлаймыз деген нәрсе болмайды. Дәрет алып кел, сосын гипстейміз деген нәрсе болмайды. Сол кезде ол дәретсізде байлай береміз. Бірақ кейін дәрет алатын кезінде сол үстінен мас тартып кете береміз. Гипстің үстінен немесе жаңа таңғыш дейді ғой. Соның үстінен не қыламыз? Мәс тартып кете береміз. Бір рет тартсақ жетеді.
бір рет қана тартамыз сол жерде. وَإِنْ سَقَطَ عَنْ غَيْرِ بُرْءِ لَمْ يُبْطِلْ مَسْحَ. Енді жаңағы таңғыш денеден түсіп кетсе дейді. Таңғыш денеден түсіп кетсе. Не болады? Мәсіх бұзылмайды дейді. Егер жара не қылмай тұрып, жазылмай тұрып түссе, жара жазылмай тұрып түссе. Болмаса бір киім тиіп кетті, бірдеңе тиіп кетті, лекопластырмай түсіп қалу қауіп бар, сол кезде түсіп кетті. Ол кезде қайттан жабыстырып, мәсіх ала береміз, мәсіх тарта береміз. Егер жазылып түскен болса, өзі құрғап қалды, жара кетті, ішіне су болсын, іріңі болсын кетіп, толық өз-өзінен түсіп кетті, бітіп жара. Сол кездерінде түскен болса, ол кездерінде қолды жуамыз, мәсіх тартпаймыз. Жалпы бүгінгі мәсіх тақырыбымыз міне осымен аяқталады. Түсінбеген сұрақтар болса, мәсіхке байланысты қойсаңыздар болады. Олар да, айтып отырмын, орамал болмайды, әйелдерге де қатысты. Хиджабпен жүрсе де, хиджабын астынан мәсіх тартады. Түсінікті ма сабақтар? Сұрақ? Көз емес, кішкене герман тілінде болады ғой, ондай мәселелерге болмайды, иә? Су өтпесе, герман тілінде мықтылар бар ғой. Жаңағы мысалы термомәсісті сондай ғой, кожымыз ғой, сондай сияқты мықты. Өздігінен тұру дегенде, енді аяққа кигенде өздігінен тұр. Біреулер өздігінен тұру дегенде, мәсіні қойып кеткен өздігінен тұрмайды деп өткен біреу сұрақ қояды. Мәсіні қойып өздігінен тұрмайды, құлап қала береді деп болмайды ғой дейді. Ол болмайды, кәдімгі киген кезінде аяқта жабыстыру керек. Бұлай сылт етіп түсіп қалмау керек та. Өздігінен тұру Прямо түсіп жүргендер бар да. Ол оны аяқта тұрғанда мықты тұру керек та, аяқта. Бұлай сырғап түсқалмау керек. Жүрген кезде шешіліп қалмайтындай болу керек. Точно өзінің размерімен тұру керек. Бар ма сұрақтар? Жоқ, ол да сондай, жаңағы жабира дейді ғой. Ол тіске мысалы негізінде қосылған кезде тісте бәрі аузы шайыну керек. Парызы ғой өйткені ол. Сөйтіп пломба қойды, дәретсіз қойып жіберді. Пломба қойды болмаса тіспен, алтынмен қаптады, немесе темірмен қаптады. Ол кездерінде де дәретті болу шарт емес. Дәрет алып, дәретпенен пломбалатам деген дәрсіміз. Өйткені пломбалатқанның өзінде де мысалы қанатады ғой, тазалайды ғой. Тазалап қанағады ол кезде. Ол кезде бар дәрет әп келді айтып отырмайды ғой, сразу қойып жібереді. Ол проблема жоқ онда тұрған. Бола ма? Сұрақ жоқ қой басқа. Басқа алдыңғы дәретке қатысты, ғұсылға қатысты, суларға қатысты, таяммумға қатысты. Жоқ, басынан бастамайсың, кете бересің. Ал дәретте сондай болады, дәретте. Mesela дәрет алып жатсың, қол, бет, аузы шайды, мұрынды шайды, бетті жуды, қолды жуып болып, жел шығып кетті болса, бір жер қанап кетті, ол кезде қайттан басқа аласың. Ал ғұсылды алып боласың, кейін дәрет алып қоя саласың болды. Иә, ол дәрет алып қоя саласың. Ол кезде дәрет алып қоясың. Ол не ғой, ол ауыр алта өтеміз, нәжасаттың көлемі. Иненің тесігіндей ауыр несі болса, жаңағы 50 теңге дейді ғой, қолдың несінде, алақандай, саусақтай деген сияқты, соны өтеміз, соның алдағы уақыттарын. Бірақ жаңағы дірхамдай болатын болса, соның көлеміндей болатын болса, ауыстырамыз. Одан кішігіретін болса, бірақ макрух болады. Сол үшін ауыстырған дұрыс та оны. Құрғап болса, егер құрғанған болса, үкіліп, үгіт жіберіп кей береміз. Проблема жоқ, егер құрғап кеткен болса. Намаз оқып отырған кезде, бесікте жатқан бала бар, қырқынан шығып қалған болады. Жылап кетсе, қол тербетсе, намаз бұзылады ма? Тербетсе ма? Жылап кеткен кезде ма? Негізінде біздерде 3 әрекет. Ешкім жоқ та, намаз оқып отыр. Сол моментте жылап кетті да, қатты жылап кетті. Шамалы қолмен тербетсе. Шамалы ма? Болады, проблема жоқ.
бірақ шарты сөйлемеу керек деп ана өлең айтып кетпеу керек та не қылып бесік жырын. именно ешкім жоқ дейді Иә. қарайтын ше сол моментте шамалы Иә. Проблема жоқ. Шарты барып сразу намаз жалғастырып кету керек та. жоқ тура қасында Жоқ, қасында проблема жоқ. Бір шай қайтты жалғастырып кете береді. Аллаху а'лам. Оны тағы да көру керек, бірақ негізі болады. Болды ғой, Бисмилlah, алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулилlah. Рабби зидна илма, рабби зидна илма, рабби зидна илма. Я Раббим, Аллах Тағала осы бастаған сабақтарымызда Аллах Тағала берекелі хайырлы еткесін, пайдалы білім болуды нәсіп етсін. Бастаған сабақтарымызды аяқтап, Аллах Тағала осы шәкірттеріміз, жамағатымыз Аллах Тағала өзінің дініңді түсінетін, өзінің дініңде амал ететін жамағат болуды, шәкірттер болуды, білім иелері болуды Алла өзі нәсіп еткесін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина. Бирахметика.